Мен, понимаешь? Сондай ғой мен. Айта берсем ма? Я Баласахан, негізі Садәулет, сен бір кішігірім аузыңмен авария болып қалдың да, бірақ сол нәрсені бір түр сипатын айтып жинақтауға тырысып жатсың енді. Бірақ сонда да енді еңілік по факту қай қыз екенін да негізі айтпап еді да. Енді таныстықта бір шама қызбен болдың да, қай қыз екенін да аузымен айтпап еді. Сен қазір шынымен де егер де осы жерде еңілік отырып, бір еңілікті бір жігітпен қосып жүрген жігіт туралы әңгіме қозғала берсе, сен де орныңнан ашуланып, именно сен басқа, сен орныңнан ашуланып, екі айналып студиядан шығып кететін едің. Сондықтан білмеймін, сен бұл жерде сен Айданаға көңілің болды ма, или сезімің бар ма? Сенде өзіңде андай нәрсе болып тұр да. Каждый раз қасыңа еңілікті алып алады екенсің да, сен аласында Айдананы мақтай бересің. Жарайды, сен үшін мақтауға тұрарлықтай адам шығар, ол нәрсеге бір ешкімнің минусы, бір айтпа деген сияқты әңгіме емес, бірақ қасыңда еңілік бар кезде сен таңдауыңды якобы андай болып тұр да. Мен еңілікті таңдадым, бірақ көзім бәрібір Айданада деген сияқты бір вызов жіберіп жатсың адамдарға. Ол нәрсе кез келген қызға неприятно. Сен просто сенің бұл жерде қателігің, сен өзің бұл нәрсені араға қоспауың керек еді. Еңіліктің аузынан именно Айдана деген сөз шыққан жоқ негізі. Жоқ, енді просто мен шын берек, менде қалай бар солай айта салдым да. Енді кеше сондай бір әңгімелер болып қалды да. Сол кезде мен айтап жіберген болатынмын. Я, оны мен қазір мойындаймын. Мүмкін еңілік сен алдында бір түсіріп қойған болсам, ондай емес. Мен өйтіп түсіргім келген жоқ, кешірім сұраймын егер түсіріп алған болсам. Бірақ мен бағана да айттым ғой, еркектің психологиясын түсінетіндер бар ма деп, Бекзат деп алып еді, ол да бытшын шығарды да. Менің айтамай жатқан нәрсем Баласахан, мен 3 рет па таяқ жедім осы үшін ше, 3 рет па қандай бір андай қалай айтсам болады, мен не үшін айттым вообще деген сияқты. И сөйтіп қарасам, бір автоматически жаңағы сөзімді қайталайын, бір қыздың қасында басқа бір қызды атасаң, ол жаман ойлайды екен да, короче, типа мен отырмын қасында, или ана не үшін айтады деген сияқты ой мүмкін болып қалатын шығар, бірақ мен ондай ойда айтпаймын, понимаете? Мен просто салыстырмалы түрде деп те айтқым келмейді, просто анау былай айтты, анау мінезі жақсы деген сияқты простой әңгіме қылып жіберемін да. А сөйтсем ол қыздардың көңіліне жаман тиеді екен. Жоқ, Баласаханым бұл жерде Садәулет өзі де сұрайды да, еңілік кішкене бір прикол ұстап қалса, бір ұлдардың сондай бір намектар шығып қалса, басқа бір ұлдардың есімдері аталып қалып жатса да, бір әңгіменің ортасында Садәулет өзі де қайта сұрайды. Ол не, ол қандай ұл деп, менен де лично келіп сен сұрағаның бар да, еңілік ешкіммен андай қылып не араласпайтын шығар, я деген сияқты, дос болып болсын, жігіттермен сөйлеспейтін шығар деп. Сен қазір ұлдардан психология сұрап отырсың да, естественное дело, бұл әңгімеге келгенде, қызғаныштың әңгімесіне келгенде, ұлдың да қыздың да психологиясы бір нәрсе ғана, себебі сезім бар, сезім болсын болмасын, ешқандай адам өзі приоритетте, барлығы өз приоритетте тұрғысы келеді, выбор болып, екінші выбормен бірге араласып жүргісі келмейді. Сен бұл жерде қателестің деп ойлаймын. Мадина. Я Баласаханым, осы жерде айта кеткім келіп тұр. Енді бағамда мер психология қозғалып жатыр, басқа нәрсе қозғалып жатыр, бірақ дегенмен жаңағы қысқа етекке келіп тірелді ғой, негізінде біраз әңгіменің шеті түріліп деген сияқты. Садәулеттен сен айтып жатсың, басқа еркектердің ойлары түсетіндей, былай көздері түсетінін білем, сон барлығын білгеннен кейін мен саған айтамын деп жатсың. Сонда сен де получается басқа етектің, қысқа киген қыздың етегіне көз жүгіртіп, соны артын аңдып жүресің бе? Сондайдан кейін барып айтыпсың ба сол әңгімені? Сұрақ. Өзіңіздің көзіңіз түсе ма деп тұр ғой? Қалай айтсам болады енді? Мен қазір ешқандай без маски айтайыншы, Баласахан. Мені біреуің жек көресіңдер, біреуің жақсы көресіңдер, бірақ былай айтайыншы, мен көшеде өтіп бара жатқан кезде қандай еркек болсын, ол мейлі тақуа болсын, басқа болсын, мейлі болсын, ол бәрібір қарайды. Мен по факту айтайын, ол өтірік жоқ демей қойыңдар. Ол қандай бір не болып баратса да, бір ашық киім киген болса да, бір ондай оймен қарамаса да, Баласаханым, қандай әдемі қыз, болмаса қандай не қыз деген сияқты еркектерде бәрібір көзқарас болады да. Ол не значит то, что қалай айтсам болады, бір таңдауына тұрақсыз деген сияқты нәрсе емес. Просто адам еркектің сондай бір андай вниманиясы, ол арамдауда болып қалуы мүмкін да. Мен соны ойлаймын. Баласахан, саламатсыздар ма? Садәулет айтып жатыр ғой, енді еркектер түсінетін мен еркектер бар ма деп. Мен Садәулет сені толықтай түсініп отырмын. Сенікі мүлдем дұрыс емес. Рахмет. Ер азаматтың психологиясы. Өйткені сен егер Садәулет саған деген пікірім, сен қарашы, сен өзіңді ойламайсың ба бір жеңіл ұстаймын деп. Өткенде де Айдана саған танысып тоқтатып жатқан кезде, сендер бір ортақ тоқтаттық деген сияқты қылып айттыңдар ғой. Негізі Айдананың сөзі болатын, Садәулеттің мысы маған жетпеді деген сияқты қылыпшы. Сен өзіңді дәл осылай ұстайтын болсаң, ертең осы сөзді еңліктен де естуің мүмкін. Жарайды. Енді мен барыс өте жақсы қозғады мына теманы ше. Негізінде былай, Баласахан, Айданамен танысып тоқтатқан Айдана.
Аягөзбен таныстықтан Аягөз. ойбай ортақ Жоқ, танысты ортақ тоқтатты деп шырылдағансыз ғой осы жерде. Жоқ, мен артынан айттым ғой енді, бірақ та енді навязывать еткім келген жоқ. Заринамен таныстық тоқтатқан Зарина. Мен одан кейін мен бәріне қалай айтсам болады. Мен бәрімен шынымен жақсы қарым-қатынаста қалғым келеді. Бірақ қалғым келді, біреумен келді, қолымнан біреумен келмеді да. Бірақ мен әлі күнге дейін ешкімге жаман ойым, арам ойым жоқ. Сол үшін мен көрген кезде амандасып кеттім, амандастым келсе амандастым. Болмаса былай да, мен одан кейінгі айтқан нәрселерім, Баласахан, ол менің достықтың шеңберінде жаңағыдай ойнап қалдық. Сол үшін де таяқ жеп отырдым ғой кешелі ойнап қалам, айтып қалам, қызғанып қалам. Енді оның бәрі достықтың шеңберінде болды деп айта аламын да. Достықтың шеңбері дегенде мысалы жаңа еңліктің айтып отырған сізге деген реніші сыртта біз неге басқа қыз туралы жалпы әңгіме айтамыз деген сұрақ қой, кәдімгі кез келген қыздың қалыпты сұрағы. Менің ойымша сіздің қателігіңіз Айданаға барып еңлік туралы айттыңыз. Солай болды ғой. Не деп? Сіз өткен жолы Айдана айтты ғой, еңлік пен біздің арамызда тек қана достық деген әңгіме қазір өзіңізге қарсы шықты. Еңлікке кеше айтылған салыстырмалы түрде болған әңгіме, бірақ сіз оны ешқандай жаман ойым жоқ деп жатсыз. Бірақ бәрібір де сіздің проблемаңыз менің ойымша қыздарға басқа қыздар туралы, өткен өміріңіздегі қыздар туралы әңгімені айту. Жалпы не керегі бар бір-біріне сапырылыстырып, оданша бір қызбен сөйлесіп жүрсіз бе, барынша тілді байлап артық әңгіме айтпау Не керек. керексі бар оны деп қаласың, короче. Былай да бірақ, Баласахан, бір адамды екі адам болып отырып жамандасаң, мейлі ол, хорошо, бір жаман шығар ол. Бірақ бір адамның жақсылығын көтеру ол екі адамға, білмеймін, удобно, нормально сияқты. Баласахан, осы Жоқ, жерде айта кетейінші, осы жерде Садаулеттің тарапына қарай өтініш. Қайырлы күн, Баласахан, өте керемет болып тұрсыз. Сізді сыйлай отырып айта кетейін, жаңа айтып жатсыз ғой, мысалға, мына жақта да айтып жатыр, салыстырып жатыр деп. Ол салыстырып жатқан дүние емес, просто адамның былай жігіттерде мынандай нәрсе болады, көбінесе кеше көп қыздарда барлық отношениеде ол нәрсені байқауға болады. Жігіттер айтады да бір нәрсені, әшейін әңгіменің арасында айтып келе жатады да, болды. Жақсы нәрсенің бәрін қыздар ұмытып кетеді да, о, 2 жылдан кейін мысалға баяғыда садикте біреумен қол ұстасып түссең, сондай қайтадан есіне салып тұрады. Сондай нәрсенің бәрін есіңе бүйтіп түсіріп, қайтадан бетіне баса береді да. Жақсы нәрсе айтып тұрып, соның ішінде контекстің ішіне бір ілініп қалатын бірдеңе айтылу керек болса, соны обязательно іліп алады қыздар. Ол нәрсеге қайта-қайта қырсығып не істеу керек деп ойлаймын. Адам жақсылығын айтқанда тұрған ештеңе жоқ. Айгерім. Садаулетке айтатын болсам, жалпы өзіне сенімді жігіт, мынаны ки, мынаны киме деп, және де сіз шынымен де шын көңіліңізбен еңлікке сенетін болсаңыз, мынаны ки деп таныстық енді басталып жатқанда айтудың қажеті жоқ. Себебі сіз оны киюі емессіз, жігіті емессіз, біріншіден. Екіншіден, еңлікке сұрақ, еңлік жалпы Садаулет сіздің осы типажыма келетін жігіттердің қатарына жата ма? Негізінде иә келеді. Мен өзім сипаттап жүрген жігіттің типажына келеді, иә. Ернар. Жоқ, енді жаңағы тақырыптан сәл ауытқып кеткен сияқтымыз. Негізі андай бір жақсы сөз бар ғой, жігіттер ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат деген әңгіме да. Негізі Сатдәулетке қарасақ та жігіттің төресі, негізі сондай красавчик бала. Еңлікте прям енді әдемі ше, бірақ енді сен сымбатына бүйтіп тамсанып жүре алмайсың да. Сенің ішкі жан дүниең ол адамның ішкі жан дүниесімен бір арнаға тоғысу керек. Сондай әңгіме ғой. Енді Сатикке де еңлікке де сондай бір сұрағым бар да, жалпы екеуің де былай енді визуально келетін шығарсыңдар бәлкім, ойларыңдағы адам шығарсыңдар, бірақ енді ішкі жан дүние не деп жатыр негізі? Болады дей ма, болмайды дей ма, әңгімелерің бағанағыдай? Мен негізі жаңа эфирдің басында айтып кеткем, бізде олай айту үшін, олай анықтау үшін әлі де бір жеке кездесулер болып жатқан жоқ. Ал Садаулет жаңа айта кетті. Жетеді деді. Содан кейін сұрап жатқанмын ғой, Баласахан. Мен айттым, Даулет. Айта кетсем бола ма? Қайырлы күн. Енді Мен барым ғой? Ал? Мен барым ғой? Сіз айтсайын деп жатсыз ба? Садаулет бар екен деп 2 сағат жетеді дедіңіз ғой. Болмаса айтыңыз. ренжіп қалдым бұл. Жақсы, осы жол Жоқ, енді айтайыншы, айтатын болып шештім. Сондай бір ерке балаларыңыз ғой. Өте дұрыс айттыңыз, 2 сағат маған жетті, потому что мен... Басқаша қыз екен дедіңіз. Иә, басқаша қыз екен. Өмір... Енді қалай ол басқаша қызға келдім? Потому что әңгімелерін тыңдап по полочкам қойып берген кезде мен оппо деп қалдым да, молодец деген сияқты, жақсы деген сияқты. И мен қазірдің өзінде бой сұңғысы келмейді, бірақ та бір-екі уже қылықтарын сәл-сәл бүйтіп жинастырған мен көзбен көріп келе жатырмын. Кәдімгідей жай бүйтіп келе жатырмыз. Қандай? Айтпай қойшы оны. Өзіміздің арамызда химия десін. Жақсы. Мен айта кетсем бола ма? Айтыңыз, Даулет. Біттеген дедім, ренжімеші Садаулет. Үлкен пауза жасап қойдың да. Айта беріңіз, Даулет. Енді жаңа қысқа кию, кимеу деп жатыр ғой. Енді таныстық басталған кезде бірінші Садаулет қыз баланы өзіңе үйретіп алып, жаңа ол үйрену үшін кездесулер, жеке кездесулер көп болу керек. Содан кейін барып айтсаң, қыз кішкене тыңдайды, айтпесе қазір әше тыңдамайды. Енді
еңлікті айтады ғой, енді түрі суық, кішкене мінез ауыр сияқты. Меніңше осы суық мінездің астарында бір кішкентай бір еркек қыз жатқан сияқты. Бұлай айтқан кезде жұмбақ қыз ғой, сол жұмбақты Садәулет сен шеше алмай қаласың ба деп қорқам. Дәулетке де сол бір сұрақ бар да жұмбақты мысалға. шешіп жаңылтпаш қылып айтуыңа тілектеспін бауырым. Керемет. Рахмет әке, өте күшті пікір болды. Ұнады Бізде маған. дәл қазір жарнама А, Садәулет. бәрекелді. Жарнамадан кейін жалғастырамыз.